Түркістан облысының әлеуметтік экономикалық дамуы бойынша аудан қалалардың рейтингі шығарылды. Өңірдің даму қарқынына мониторинг жұмыстары тұрақты түрде жүргізіледі. Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалдының төрағалығымен өткен апталық аппарат отырысында 2023 жылдың 2-ші тоқсанының даму қорытындысы баяндалды. Жалпы рейтингтік бағалау нәтижесінде көшбасшылар болып Отырар, Созақ аудандары және Арыс қаласы орналасты. Аутсайдерлер Жетісай, Сауран аудандары мен Кентау қаласы. Аудан қала әкімдеріне жоспарланған индикаторларға қол жеткізу бойынша тиісті шаралар қабылданды. Облыстық экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасының басшысы Қанат Қайыпбектің мәлімдеуінше 6 айдың қорытындысымен негізгі экономикалық көрсеткіштер бойынша оң өсім бар. 6 айдың қорытындысы бойынша негізгі көрсеткіштерде өсім бар. Дегенмен өзіміз мынау аудан қала кестесіне қойған айлық жоспарларымыз бар. Сол бойынша әр сала бойынша тоқталып өтуге рұқсат етсеңіздер. Өнеркәсіп өнім көлемі 446 миллиард теңгеге жетті. Жалпы жоспар 391 болған. Бұл жерде нақты көлем индексіне байланысты рейтингті бағалау жүргізіледі. 5% өсімді қамтамасыз ету қажет болатын. Өкінішке орай бізде Түлкібас, Созақ, Кентау қалалары біз қойған межеге қол жеткізілмеді. Өсім қарқыны нақты слайдта көрінгенде. Өңдеу өнеркәсібі бойынша 7% өсімді қамтамасыз етуіміз қажет болатын. Нақты 108.5 орындалды. Дегенмен Бәйдібек ауданы жоспарды 101.5 болса, нақты орындалған 97.7%. Келес ауданы 109 болса, нақты 98. Түлкібас ауданы 102 болса, нақты 95.7. Және Кентау қаласы 101.2 болса, нақты 89.5. Яғни басқа аудандардың жоспарды асыра орындауын есебінен өсім қамтамасыз етілді. Жаңа аталған аудандар межеге қол жеткізбеді. Инвестиция көлемі бойынша бұл жерде жоспар 238 миллиард болатын. Нақты қол жеткізгеніміз 295 миллиард. Бұл жерде жоспар көлеміне байланысты бағалау жүргізілді. Жалпы жоспардың орындалуы 23.8% болғанмен, бізде келесіде аудандар қол жеткізбеді. Атап айтқанда Қазығұрт ауданы, Бәйдібек, сонымен қатар Кентау қаласы. Облыс әкімінің тапсырмасына сәйкес 13 индикатор бойынша аудан қалаларға рейтингтік бағалау жүргізілуде. Басым бөлігі бойынша жоспарланған межеге қол жеткізілді. Әкімдер арасында жұмыс орындарын құру, атаулы әлеуметтік көмек алушылар саны, азаматтар өтініштерін уақытылы қарау және шағын және орта кәсіпкерлік өнім шығарылымы бойынша көрсеткіштер сараланды. Жалпы осындай нені рейтингі көрсеткіштерді ай сайын қарап отырамыз. Бағана айтқандай жалпы бізде өсім болғанмен, бірақ аудан арасында түсіп кеткендер бар. Кентауды көріп осып, қанша көрсеткіштермен түсіп кеткен. Мақтаарал, Жетісай барлығы жағынан төмен түсіп кеткен ғой. Болмайды ғой, қарасаңыздар. Барлық жағдай жасап жатырмыз. Осы Мақтаарал, Жетісай сияқты ешқандай қаржыландыру басқа нелер жоқ басқа аудандарда. Ең көп көңіл бөліп жатқан сол екі ауданға сіздерге. Барлық жағынан білмеймін не себеп. Ойланыңдар, бұлай болмайды. Жұмыс істеу керек. Арден кен бірін сылтау қыла берген болмайды. Сол бойынша жұмыс жасаңыздар. Мынау экономика басқармасы тұрақты бақылауды алыңыздар. Атап айтқанда өнеркәсіп өнім көлемі бекітілген межеге Түлкібас, Кентау қаласы қол жеткізбеді. Өңдеу өнеркәсібінің жоспары Бәйдібек, Келес, Түлкібас аудандары және Кентау қаласында орындалмаған. Ауыл шаруашылығының жалпы өнім көлемі бойынша жоспарға Сарыағаш, Ордабасы аудандары да қол жеткізбеген. Құрылыс жұмыстары көлемі жағынан Мақтаарал, Сауран аудандары мен Түркістан қаласында жоспарлы межеге қол жеткізбеу байқалып отыр. 6 айдың қорытындысымен 47.655 жұмыс орнын құру жоспарланып, нақты 46.220 жұмыс орны ашылды. Жаңа жұмыс орындарын ашу бойынша Сайрам, Созақ, Шардара, Жетісай, Мақтаарал, Ордабасы және Кентау қаласында жоспарға қол жеткізілмегенімен міндетті зейнетақы төлемдерімен толық қамтылған. Сәйкесінше межелік жоспар орындалмаған. Өзіндік кірістер жоспары барлық аудан қалаларда орындалды. Шағын және орта кәсіпкерлік өнім шығарылымының жоспары Ордабасы, Түлкібас, Қазығұрт, Мақтаарал, Сайрам, Бәйдібек, Шардара, Жетісай аудандарында да орындалмаған. Жұмайым Абызбай, Сұңқар Бакиров, Арт ТВ жаңалықтары.